Сіз тығырыққа тіреліп, мәселенің шешімін таппай жүрсеңіз, осы Томас Эдисонның тәсілін қолдансаңыз болады. Томас Эдисонды білесіздер, ол электр шамын тапқан адам және ғылымда өте көп жаңалық ашқан ғалымдардың бірі. Бұл жаңалықтарды ашу барысында ол жеке бөлмеге барып, тыныш креслоға жайғасып, өзінің қолында 3 шарик бар, өзін денесін босаңсытып, өзі бір ерекше ұйқыға кеткен сияқты мызғыған кезде, денесі босаңсыған кезде қолындағы шаригі жерге тарс етіп түседі екен. Сол кезде ол бірден селт етіп, оянғандай болып, ары қарай жұмысын жалғастырады. Бұл дегеніміз, яғни адам денесі босаңсып, ми тыныштыққа келген кезде біз бейсанадан жауап аламыз. Бұл тәсілді тіпті Билл Гейтс та өзінің жаңалықтар ашу кезінде қолданған. Ол тыныш бөлмеде бірнеше сағаттар бойы өзінің сұрақтарының жауабын алу үшін тапжылмай отыратын болған. Қалай өзіне жауап келеді, қалай босаңсиды, мида тыныштық болады, ол бірден өзінің сұрақтарының жауабын алатын болған. Қазіргі заманда байқайтын болсаңыздар, адамдарда өте көп стресс, үрейге кіріп кеткен, денесінде жаны мен тәнімен жұмыс жасамайды, өте көп блоктар бар, өзің не істеп, не қойғандарын білмей жүрген адамдар көп. Сондықтан да, егер де сіз осындай тығырыққа тіреліп, өзіңіздің мәселелеріңіздің шешімін таппай жүретін болсаңыз, онда консультация жазылыңыз. Ол үшін төменде консультация сөзін қалдырыңыз.